Достар, барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен Назгүл. Бүгін бауырсақ жасайтын боламыз. Бауырсағымыз томпақ әрі әдемі болып шығу үшін бөлек ыдысқа жарты стақан жылы су құйып, үстіне бір ас қасық ашытқа салып, тұз сеуіп, бетін жауып қоямыз. Ашытқымыз көтерілгенше мен гүлдерімді суғара тұрайын. Үлкенірек ыдысқа бір стакан жылы су құямыз. Бір шай қасық тұз саламыз. Бір шай қасық қант қосамыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырғаннан кейін үстінен көтерілген ашытқымызды құйып, бір шай қасық майонез қосамыз. Үстінен ұн сеуіп, жақсылап илейміз. Илеп болғаннан кейін бетін жауып, жылы жерде біраз көтерілгенше ұстаймыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін бір-екі рет басып, қайтадан бетін жауып, жылы жерде көтерілгенін күтеміз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін ұн сеуіп, кішкене күлше жасап, жайып, домалақтап немесе төрт бұрышқа кесуге болады. Болғаннан кейін бетін көтерілгенше жауып қоямыз. Одан кейін қазанға май қойып, жақсылап екі жағынан қуырып аламыз. Маған бауырсақтың осындай қызыл түсті болып шыққаны ұнайды. Дайын болғанда бауырсақтарды майдан түсіреміз. Бауырсақтар осындай топ-томпақ, топ-томалақ болып шықты. Ас болсын достар.